Бер жанда екен ғой ағай. Директор. Bu kişi zavuşumuz. Nevzat. Қазақтың қызыл жебесі шындықтың шырақшы шыққан деп айтады. Ризасыз ба? Бұлай деді, қазақ сөйлемерін артыстені қанық жазықшы жиған сексен жасырады. Өмірбаянымыз кетеді. Тауында жатыр жырым, ұшқындап іште қайнап сұрапылым, көресіз Жанартаудың атылғанын, жаңғыртып ойдың шыңын, жан төкпірін. Армысыздар, құрметті тілсүйер қауым. Бүгінгі кешімізде Қазақстанның халық жазушысы, драматург, публицистика шебері, редакторлардың редакторы, көсем сөзші, шебер аудармашы, қоғам қайраткері Шерхан Мұртаза атамыз және Шерхантану орталығының жетекшісі, филология ғылымының кандидаты, профессоры Сәлмен Құлбарақ арнайы шақырылып отыр. Есте жоқ ескі замандардан. Сізді көргенде ашудан қабынып кетесің. Толқын ұрған жартастай тас талқын болып жарылып кетесің. Халқың сені ардатуған арсың дейді. Жолыңа қол тигізбейтін барсың дейді. Шерхан Мұртаза.
тиленде шілдіреп, шолжаңдап, жығылып сүрініп жүруге болмайды. Өйткені ол қайнаған қанның, қиналған жанның, толғанған көңілдің, лүпілдеген жүректің сығындысы. Сондықтан онда дәм де, мән де болу керек. Дұрыс айтасың жібек, онда дәм де, мән де болу керек. Дегенмен жақсы ән болса артық болмас еді. Енді Шерхан атамыз егеменді еліміздің дамуына өзіндік үлесін қосқан, елбасы сөзімен айтсақ, қоғам қайраткері, өзінің шығармашылығымен Қазақстанның жасай және өркендей беруіне күні бүгінге шейін үлесі тиіп келуде. Олай болса, кезекті тамаша әнге берейік. Сахна төрінде Жаса Қазақстан әнімен жігіттерді шақырамыз. Yaşıp olsun ajarım. Жаса Қазақстан, алышыптым адағым, алтын бесік байтақ жалан бар бағым. Жаса Қазақстан, алыш екен дұрағым, көк аспанда желбіресін байрағым. Жасым көңіл тайсаң ел қасағым, өз ұраның айтылсын өз әнім. Ана тілің yaşıp olsun ajarım. Жаса Қазақстан, алышыптым адағым, алтын бесік байтақ жалан бар бағым. Жаса Қазақстан, ата мекен тұрағым, көк аспанда желбіресін байрағым. Yaşıp olsun ajarım. Жаса Қазақстан, алышыптым адағым, алтын бесік байтақ жалан бар бағым. Жаса Қазақстан, ата мекен тұрағым, көк аспанда желбіресін байрағым. Yaşıp olsun ajarım. Жаса Қазақстан, алышыптым адағым, алтын бесік байтақ жалан бар бағым. Жаса Қазақстан, ата мекен тұрағым, көк аспанда желбіресін байрағым. Ұрпақтың жүрегінде ұзақ уақыт сақталары сөзсіз. Әсіресе Тұрар Рысқұловтың өнегелі өмірі мен қызметі туралы жазған Қызыл жебе 5 томдық шығармасы өз халқының жарқын болашағы жолында ғазиз жанын пида еткен есіл,
елдерімізге арналған лайықты ескерткіш болады. Бір мақтанатын жайт, біздің қаламыздың қақ ортасында тұрар рысқұловтың ескерткіші, сонымен қатар бір аудан да сол кісінің атымен аталған. Шерхан ағаның шығармашылық лейтмотиві, жазушының бастан кешкен өмірнамасы, өз жүрек құпиясы, қуаныш қайғысы. Алдарыңызда ауыр да бір алаңы көп өмірден алынған шағын көрініске берсек. Сол ауыр да бір алаңы көп өмірдің куәсі, алдарыңызда көрініс. Өзіне жыл жарым мерзім мекен болған тас ұлдармен қоштасты. Ол соңғы рет айқыш-ұйқыш сом темірді терезеге қарады. Жүрегі құрғыр ит тапқанның қапалы, суалар кезі болса да жүректегі сезімді сылып алып тастауға ешкімнің әрі келмейді екен. Ал тұрардың жөні бір басқа. Түрмеге түскеннен бастап Күн баласы өзімен бірге болған ұлының иісі, әкенің жан дүниесіне қылышпен қыр жусаңда кетпестей болып сіңіп қалған. Енді сол тұрармен айырылысатын қиямет қайым азабы азынап тұр. Бүгін түні бойы баласын бауырына қысып жатты. Амал жетсе Рысқұл өзінің көкірегін жарып жіберіп, жалғыз жәдігері қапталы қасқыр сияқты кеудесіне жасырып, ағыс сапарға өзімен бірге ала кетер еді. Оған айла жоқ. Балапаным, әлі қанаттар бітпеген балапаным ау, мына дауылға қарсы ұшалар ма екенсің? Сұп-сұр күлдің арасында әлі оты сөнбеген шоқ секілді, қара бұлттың арасынан анда-санда жылт етіп күнде көрінеді. Сол үшін жүдеме қарадым. Ұқтың ба тұрар? Я, көке. Дәл осы сәтте Рысқұлдың жақын досы Александр Бронников те көрші камерадан жан дауысын шығарғанды. Рысқұл! 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 Саша! Рысқұл! Саша! Саша! Акир! 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 Дүние бір қисық жол бұраңдаған, бақ тайса елге дәулет құра алмаған. Күніне 99 бәле көрсең, сонда да күдер үзбе бір Алладан. Алды тұман, арты мұнар, алыс жол басталды. Ноқта симас әзиз басқа тура құрық түскен соң, топ етуге шама жоқ. Тек сен сылдырлайды. Акир! Акир! Сақ басып шайқаста да санатылған, көп жұрттан көш ілгері дара туған. Мен білсем иір бұтақ осы кісі, қазақтың намысынан жаратылған, деп Темірхан Медетбек ағамыз өлең жолдарын паш еткен екен. Әттең, ақындық қасиетім болса, мен де арыстандай айбатты Шерхан атамызға өлеңді арнар едім. Бірақ біздің колледжімізде Шерхан атаның шығармашылығын сүйіп оқитын оқушылар аз емес. Ал енді соларға кезек берсек. Алдарыңызда Кәмшат пен Асқар. Сап достыр шайқастарда санатылған, көп жұрттан көш ілгері дара туған. Мен білсем, иір бұтақ осы кісі, қазақтың намысынан жаратылған. Қосылмай топ-тобырдың ағысына, қол берген алыбына, арысына, намыстан жаратылып, сосын өзі қазақтың айналған ғой намысына. Өткенін өз елінің ойлап көрген,
ұял үмітпен ертеңіне бойлап көрген. Мен білсем, үйір бұтақ осы жанға, Қаратау қайыспа деп қайрат берген, Алатау майыспа деп айбат берген. Қашанда тайғақ емес мәрт шыдамы, күйінсе ойларынан өрт шығады. Осы жан иілместен, бүгілместен, сынса да шамыр қанып, шорт сынады. Қой түсін, мейлі өзің құй түсінбе, қазақтың айбар жатыр түр түсінде. Осы жан жарқылдаған найзағайым, шатырлап жағаласқан бұл ішінде. Өткенін өміріндей күте білген, түбіттей темірінді түте білген, қазақта сирек-сирек осы жағдай тік сөйлеп, тіке кетіп, тіке жүрген. Бөжеш сыныбының білімгері Сәбит Данияның Шераға шыңы күлі қазақтың атты арнайы қолға қалам алып, жүрек жарып шыққан өлең жолдарын қабылдаңыздар. Шераға шыңы күлі қазақтың, талай биік бағындырып қияметті, із қалдырып болды азамат құрметті. Шераға 80 жасқа толып отыр, бүкіл қазақ той қылып дүрлетті. Бабам түркі ежелде мекен еткен, әулие-ата жуалыда шыңлеткен, қаламынан туады ғажайыптар, оқырманның жүрегін дүрлеткен. Сонау сұм соғыстың жылдарында, тағдыр басқа тәлкегін салғанында, Шерағайға қаламгер бір туады, заманалар ғасырлар саңлағында. Бар әлем бойылғанда қызыл қанға, амал бар ма тағдырға жазылғанға. Шераға білім түбіне бойлай берді, қарамастан бомбалар жарылғанға. Бауыры қазағымның қырғыз халқы, жұлдыздай қаламгері шыңғыс жалқы, туындысы болғанымен өзге тілде. Көптен өткен сәтте еді. Әдебиеттің ардағы, баспасөздің төресі, Қарғантаудай қайраткер, өзгеше біткен өресі болған бүгінгі кештің қонағы Шерхан ағамызға сөз береміз. Рахмет жиылған қауымға, шәкірттерге, оқымшыларға, білім беріп жүрген. Әдейі арнап шақырғандарыңыз үшін рахмет. Біз келдік, кереметтерін көріп отырмыз. Нұр жаусын барлығына, бастарына бақ қонсын, ел жұртың аман болсын, халқың аман болсын, халқың өркендей берсін, өрлей берсін, болашағы зор болсын. Сол түбітте жақсылыққа жете берейік. Рахмет. Келесі сөз кезегін Шерхантану орталығының жетекшісі, филология ғылымының кандидаты, профессоры Сәмен Құлбарақ ағамызға береміз. Құрметті студент қауым, құрметті есеп экономикалық қазақ түрік колледжінің ұжымы, бүгін бір керемет, әсерлі, жақсы басқосудың куәсі болып отырмыз. Шынында да біз қазақтың шерағасы деп тегін айтылмайды. Осы шерағаның қадірін біз қаншалықты білеміз деген сұрақ көкейде тұрғанда, кеше сіздер қатыстыңыздар ма, қатыспадыңыздар ма білмеймін, бірақ Баласағұн атында үлкен мәдениет сарайында шерағаның 80 жылдығына арналған үлкен конференция болды. Сонда қазақтың жайсаңдар мен қасқалары келіп, шерағаң туралы төгілтіп тұрып, ең жақсы басым бағаларын беріп жатты. Шынында да біз ортамызда отырғанымызда шерағамыздың қадірін қаншалықты біліп жатырмыз.
білуге тиістіміз ғой, жас ұрпақ сіздер. Сондықтан да бүгін мынау шерағаның бір сөзін болса да тыңдап, қасиетін біліп отқандарыңызға біз елдік азаматтық ретінде үлкен былай құрмет танытып отырмын. Менің бір ғана айтайын дегенім, енді кішкене шолу ретінде айтып кетуге болады. Қазіргі қазақ әдебиетінің көрнекті тұлғасы Шерағаң. Шерағаң қалам тартпаған жанр жоқ десек болады. Қазақ әдебиетінің прозасының былай айтқан кезде Қызыл жол барысы деп жатсыздар. Ол Шерағаңның атына лайықты. Қазақ драматургиясын қалыптастырып әрі қарай тереңдетіп біліп әкетті. Драматургия дегенде бір ауыз сөз, мысалы Сталинге хат, Бесеудің хаты дейтін драмалық шығармалары мүмкіндік болса сіздер көріңіздер. Кешегі зұлмат заманның шындығын көз алдарыңызға образ, тағдыр арқылы әдемі елестетіп береді. Шерағаң публицист, керемет. Егерде сіз оның шығармаларын оқысаңыз, былай кешегі 90-шы жылдары тәуелсіздіктің елең алаңында қазақ жұрты қайда барамыз, қазақтың халқы басына қиындық түскен кезде не істеуіміз керек, қандай жағдайда болуымыз қажет дегенімізде ең үлкен мінберлерден Шерағаң дауысы кәдімгі арыстанша, болмаса жолбарысша гүрілдеп шығып, қазақтың ішкі шерлерін айтып жатты. Шерағаңның жалпы шығармашылығын жан-жақты деп айтып отырмыз. Әсіресе оның қазақ прозасына сіңірген еңбегі өте көп. Жаңа сіздер өзіңіздің көрсетіп жатсыңдар, мысалы 5 кітаптан тұратын Қызыл жебе роман эпопеясы 5 кітаптан тұрады. Бұл қазақ әдебиетіне ерекше өзіндік орны бар құбылыс. Мысалы сіздер Мұхтар Әуезовтің Абай жолы роман эпопеясы десіңдер. Мектептің қабырғасында оқыдыңыздар. Сол эпопея деген сөздің өзі кез келген шығармаларға бермейді. Бір роман емес, эпопея бұл романдар жүйесі. Яғни бұл бірінші кітаптан романнан басталған кейіпкер 4 кітап бойы тек қана өзінің жеке образдың тариханы емес, сол образ арқылы сол заманның, уақыттың барлық шындығын ашып көрсетеді. Яғни Абай жолы роман эпопеясы 19-шы ғасырдағы қазақ өмірінің энциклопедиясы деп кезінде жоғары баға берді. Ал енді сол қазақ халқы кешегі 20-шы ғасырдың басында, кешегі 20-30 жылдарда қандай күй кешті, қандай жағдайды басынан өткерді деген кезде Шерағаң Рысқұловтың өмірі арқылы қазақтың басында үлкен, қиын, бірақ алға ұмтылған, жігерлі, қайсар қазақтың образын жасады. Ол Рысқұловтың бейнесі. Рас, бұл кітап қазір біздің қолымызға шығып тиіп болып жатқанмен де бұл кітаптың жазылуы, болмаса бұл кітаптың жариялануы оңай болған жоқ. Мысалы, сіздер өздеріңіз бұл кітапты жазу үшін ол уақыттың өзінде Рысқұловтың атын ататпайтын кезек. Әлі толық болмаған кезек. Бұл Тұрар туралы бір ғана социалистік Қазақстан кезінде газетінде Рысқұловтың аты есімі сақталып қалған болатын. Сөйтіп, архивтерде Мәскеу бола ма, басқа да Ташкент бола ма, архивтерде сарала қағазды парақтай отырып, Шерағаң сол Рысқұловтың тағдырының соңына түсті. Нәтижесінде өздеріңізге белгілі 5 кітаптан тұратын роман эпопея өмірі. Сыншы Сайлыбек Жұмабек айтады, Қызыл жебе болмаса бұл кітап сөз жоқ эпопея дейді. Бізде осындай әдебиетке әкелуші біздің ортамызда отырған қадірлі Шерағаң. Мен әрине Шерағаң кітаптары туралы басқа көп айта беруге болады, бірақ ерекше өзімнің қадір қасиет тұтатын бір Шерағаң ерекшелігі бар. Бұл әңгімелері. Қысқа шапшаң әңгімелерін егер де оқысаңыздар, лиризм дейсің бе, психологизм дейсің бе, адамның тағдыры дейсің бе, керемет түйіп әдейі береді. Үлкен шығарма жазған кейбір жазушылар әңгіме жазу, оның қолынан келмей жатыр мүмкін. Ал Шерағаң әңгіме жанрының керемет шебері. Енді рұқсат берсеңіздер, колледжіміздің оқушыларының Шерағаңға сұрақтары бар екен. Менің сізге қояйын деген сұрағым осы Қызыл жебе роман эпопеясын
Сіз жазғанда қанша уақыт жібердіңіз? Соны сұрайын деп едім. Қанша уақыт кетті? Иә. Әрине көп уақыт алған шығарма. Шығармада өмірімнің жартысындай уақыт кеткен шығар. 30 жылдай уақыт алған болуы керек шығармада. Осындай жауап қысқа. Талдырма доктор кім айтады? Сізге қойып менің сұрағым, қазақ әдебиетінің болашағы сіздің ойыңызша қандай болмақ? Қазақ әдебиетін жоғары дәрежеде сақтап қалу үшін, ары қарай ұштау үшін жас қаламгерлер, жас әдебиетшілер не жасау керек? Әдебиет уақыттың таразысы, заманның шырақшысы. Соған қарап, қай заманда, қай уақытта, қандай кезеңде өмір сүріп жатырмыз, соның барлығы сол әдебиетке тайғадан болмасқандай әсер қалдырады. Сондықтан ол енді әдебиет бәлен уақытта өркендейді, бәлен уақытта қанат жаяды, ұшады, көкке көтерілетін заманы болады, төмендейтін заманы болады, ел айта беруге болады. Бірақ оны сол нақты сұрақтар болмаса, мен оған жауап беруім қиындау. Рахмет. Ал енді қазақтың ақыны, журналист, мәдениет қайраткері Эра Орманованы ортаға шақырсақ. Жалпы қазақ халқында көп болмаған. Саусақпен санайтын сол тұлғалардың бірі менің ұстазым, осы бүгінгі кездесу жасап отырған Шерағаның қарамағында мен қазақ әдебиетінде жұмыс істедім. Ол кезде цензура деген бар еді. Мәскеудің тапсырмасымен бүкіл Фариса, Күләш Ахметова, көптеген енді бүкіл ақын жұрттардың бәрі Шерағаға звондайтын, телефон шалып, біреулер тиісті деп, біреулер сөзбен сөйтіп айтты деп, жиналыста бүйтіп айтты, біреуіңді сөйтіп айтты дегеннің шет жағасын біз естіп, құлағымызды түріп жүреміз. Солардың бәріне қаламгер деген сол өзіміздің Қазақстан жаршылар одағының ішінде екінші қабатта қаламгер деген сол жерде шай беретін, түскі ас беретін сондай жер болады. Сонда отырып түскі ас кездерінде осы ұлы тұлғалар бүгінгі кезде көптеген қазақ халқының осы әдебиетінің, өнерінің осы салмағын артып жүрген азаматтар, азаматшаның бәрі Шерағаның алдына келетін тұғын. Бұл онда кішкентай ғана жас қыз мектепте жаңа бітірген, жаңадан үндесіп қабылда жүрген кездеріміз. Мені айтайын дегенім, осындай ұлы тұлғаның туған жерінде болып, бұл кісілердің айтқан әрбір сөзінің бір-екі ауыз сөзін айта алмаймын. Келешекте бүгін мен әсіресе бір жаңалық ашайын деп отырмын. Сондықтан да осы ол кісінің көбінесе ұлы тұлғаны айтамыз да, оның қасында жары қандай, оның ой-өрісі қандай, мәдениеті қандай, осы тақырыпта мен өзім ойлаймын, осы Ақбек Жеңшейім отырып, сол жайлы кеше бір өлең жазған едім, ең алдымен соны оқып беруге рұқсат етіңіздер. Ақбек Жеңшейім, жарқыраған жұлдызы, келен ата ол қызы, Шерағама
жар болды, жарасқан соң дәм тұзы. Бара қалсаң қай күні, дастарханда айлығы, зыр жүгіріп жеңешем, өтіп жатыр ай күні. Қос алтынның сынығы, тектілердің тұнығы, тіл көзіңнен сақтасын, өлмесінші құрығы. Жаны сұлу ақ білек, жыр арнадым ақ тілек. Еркелеймін сіздерге, ұзақ ғұмыр бақ тілеп. Әрдайымда да бір сөз қорытындығында өзім ескертуімді бір кешіміз бола кетіп, асыл аналар әжелер халқы ансамбліне 19-ы осы жұма күні сағат 12-де есігі ашып, билесіз кіресіздер, сол жерде үлкен бір тыныстап есеп беру кешіміз болады. Соған келіңіздер. Осындай біздің тірі кезінде ұлы атанған, осы кісілер не үшін күресті? Енді содан тек қана оның айтқан оқып қана емес, әрқайсысы іліммен күресіп, егемендіктің тұғырын сол мықтап ұстауға сіздердің қолдарыңызға рахмет, үміт күтеміз сіздерден. Ал енді жаңа көргендеріңіздей колледжімізде Шерхан ағамызға деп жүрек жарып ән шығарған оқушылар көп болды. Солардың бірі тағы да келіп Шерхан ағамызға деген өлеңін оқыса. Қарсы алыңыздар. Бізде жүрген білетін ақын адам бізде бар. Шерхан деген есімді мақтап айтсам жақсы ғой, ақылды да адал ғой. Арамызда жүргенде әдебиеттен болатын тілі оның нақты ғой, сөздері де нақыл ғой. Тіледім мен ақынға ақындықты дарытты, кемеңгер мен сазгер боп барша әлемге атақты, танылдырып баратты ұлы ақын даңқымен, Шерхан деген атымен. Ал енді сөз кезегін колледжіміздің директоры Невзат Бекер мырзаға берсек. Құрметті Шерхан ағай, құрметті қонақтар, бүгін сізді колледжімізде көргеніміз үшін, танысқанымыз үшін өте қуаныштымыз. Колледжімізде қош келдіңіздер. Құрметті Шерхан ағайын, сізге тек қана дәмсаулық тілейміз. Сіз сияқты ақынмен танысқанымызда өте қуаныштымын. Тек қана әрқашанда тек қана қуанышта, тек қана жақсылықта кездесе келгеніміз үшін көп рахмет. Тағы да колледжіміздің атынан сіздерге кішкене бір сыйлығымыз бар. Шерхан ағайын, қабыл алыңыз, өтінеміз. Рахмет беріңіз. Қадірлі Шераға, менің кішкентай бір ауыз сөзімді сыйлап келгенім үшін сізге Алладан мың алғыс.
Біздің колледждің міне көріп отырсыз, зор қошеметпен қарсы алып отыр. Жастарымыз сіздің шығармаларыңызды сүйіп оқиды және оқи бермек. Сізден өткен жол Аяулым екеуміз сұхбаттасуға барған кезде сізден неден қорқасыз деп сұрағанда сіз былай дедіңіз: мен бәлеқорлықтан, жалақорлықтан және сатқындықтан қорқам дедім. Аллайым Алла бізді содан сақтасын, жастарымыздың жүрегі ақ болсын, тәрбие, отан сүюді, елімізді, жерімізді патриоттықта тәрбиелей берсін. Сіздің шығармаларыңыз арқылы осы қызыл жебеңіздей жарқырай берсін. Және тағы да Ақбілек жеңгемізді сізге көп рахмет. Ағамызды осындай халықтың арасында әлі де сондай халықтың адамы ағамыз, сол ағамызды мәпелеп халықтың арасына келіп жүргеніңізге сізге мың да бір алғыс. Аға, бүгінгі алтын уақытыңызды қиып, денсаулығыңыздың дімкастығына қарамай келгеніңіз үшін сізге Алладан мың да бір алғыс. Еліңіз сау болсын. Әрқашанда мына отырған жастардың жүрегінің лүпілі сіздеп соқсын. Жастардың әрқашанда сізге деген тілегі әумин болып, әрқашан Алланың берген жасын жасаңыз. Сізді біз мәңгі ұмытпаймыз. Көп рахмет келгеніңізге. Самғасан сенсің ошар аспаным, жұлдыздайы аман, күні аман. Жүрегімнің ұлы анам, қазақ жері бұл Қазақстан, жастаның гүл Қазақстан. Келешекке туған елім менің, қолың беріп тұр Қазақстан. Бір мен үшін сенен басқа жер жоқ, жер бетінде сенен басқа ел жоқ. Арманым, адырым қазақ жерім, ән оралым, туым қазақ елім. Қазақ жері ол көкөштен, дариядағы суын кештен. Қазақ жері кең даламда olsun, biz bağımız tuğup ösken. Jassaman gül Қазақстан, келешекке туған елім менің, қолым беріп тұрған дариядағы суын кештен. Қазақ жері кең даламда olsun, біз балыңбыз туып Бүгінгі кешіміз мәресіне келіп жетті. Жастарға жалау болған шындықтың шырақшысы Шерхан ағамыз нағыз дарын иесі. Нағыз дарын иесіне куә болып, құлақ тұрып, көңіл қойып тыңдағандарыңыз үшін сіздерге үлкен тағзым. Кешімізге келгендеріңіз үшін көп рахмет. Ал енді қалағандар болса, Шер ағамызбен суретке түсуге рұқсат.
жазатташ. Игілікті болсын барлығы. Шәкірттер отыратын жер, мұғалімдер отыратын жер, барлығы құтты болсын, елге жұртқа береке берсін. Алла жақсылықтың ордасы болсын. Аллаху акбар. Түркістанда оқиды Қарлығаш деген Қазақ-Түрік университетінің мұғалім болып 20-ші жылдарға Al, көке, Турецкий шай ішеміз. Al,